Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетініміз 1-ші сынып математикасының 3-ші сабағы. Бір саны және цифра. Бірінші тапсырма. Суретке қара, қай заттар бір-бірден екенін айт дейді. Демек, суретке қарайық. Бізде сағат біреу, жазайық. Сағат біреу екен. Картинка біреу, Картинка біреу. Картинка біреу. Кереует, яғни кровать, Одан да біреу. Жастық біреу. Компьютер жалғыз біреу ғана тұр, Компьютер біреу. Үстел, орындық. Қай заттар бізде біреу ғана, соларды жазып шығамыз. Бізде гүл екеу, кітаптар бірнеше екен. Топ екеу, машина екеу. Мына жақты көрейік. Глобус бар екен бізде. Глобус. Тағы робот бар екен, Осылай қай заттар біреу, соларды жазып шығамыз. Енді суреттегі әртүрлі заттардың санын анықта дейді. Олардың санын карточкалардан көрсет. Ал бізде мына жерде бір тұр. Бізде жаңа жазып шықтық қой, олардың барлығы бізде бір ғана заттан тұр. Демек, осылардың кез келген біреуін жасасақ болады екен, осы бірге. Ал екі дейді. Екіде мысалы бізде екі доп бар, Машина үшеу екен. Допты екеу, допты осылай жасасақ болады, доп деп. Мысалына үште бізде машина, біреу, екеу, үшеу тұр. Машина. Наған төрт мысалы. Төрт мына жерде не бар? Мына суретті алаймыз ба? Мақұл, осылай жасырамыз, 5 мысалы. Мына жерде столдың үстінде біреу, екеу, үшеу, 5 кітапша мысалы. Осылай жасырады екенбіз. Бұл енді бірінші тапсырма, екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Қай заттар бір-бірден бейнеленген? Сырымға оқу құралдарын жинауға көмектеседі. Бізде бір-бірден сурет салуға арналған альбом, сызғыш, өшіргіш, қалам және қаламсауыт және кітап, Бұлардың барлығы бізде бір-бірден ғана. Ал мынау кубиктер мен мына ойыншық бізде бірнеше болғандықтан тек қана мыналарды белгіленгендерін жазып шықсақ болады. Кейінгі тапсырма. Әр затты сана және олардың санын салыстыр дейді. Бірінші жазып шығайық. Бізде кисточка. Қалай болатын еді өз қазақша? Кисточка. Бізде біреу ғана екен бізде кисточка. Екінші өшіргіш, біреу, екеу, үшеу, төрт өшіргіш бар екен бізде. Өшіргіш бізде төртеу екен, Енді қалам біреу, екеу, үш қалам бар екен. Қалам бізде үшеу. Қайшы біреу, екеу. Қайшы бізде екеу. Ашығыш. Ашығыш бізде екен. Енді бізде қаламсап пен ручка. Бізде ручка үшеушікте. Ал енді қаламсауыт, яғни пенал. Біреу ғана екен. Ал енді заттарды салыстырайық. Мысалы, бірінші. Үлкен кіші тең болып тұр, Мысалы, былай істейік. Өшіргіш төртеу,
қалам 3. Бізде өшіргіш қаламға қарағанда үлкен, яғни көп болып тұр. Екінші мысалды алайық. Мысалы, қаламсаппен қайшыны алайық. Қаламсап бізде, ашығыш бізде 2, қаламсап бізде мына жерде 3, иә? Ал енді қаламсап қайшыға қарағанда көп болып тұр, иә? Осылай белгілейміз. Ал бізде не тең? Мына жерден қарайық. Ашығыш және қайшы бізде екеуі бірдей сан екен. 2 және 2. 2 сан бірдей болғандықтан олар тең болады. Осылай жазып алсаңыздар болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.